Құрметті жалпы жастар, құрметті қазақ елі, айтқым келгені ораза, жалпы ораза Алла тағаланың бұл парыз еткен амалы, бірақ оны орындау арқылы оның рахатын, оның керемет бір ләззатын бізбен сіз ғана көресіздер. Алла субхана тағалаға біздің келіп кетер ешқандай зиянымызды тие алмайды, және Аллаға да біз пайдамызды тигізе алмаймыз. Өйткені Ықылас сүресінде Алла тағала ашық айтты пайғамбар ассаламға: «Құл хуаллаху ахад», ай оларға айт, Алла жалғыз деп айтсын, Аллаху самад, Алла мұңсыз деп айтсын. Ас-самад деген сөздің мағынасы Алла еш нәрсеге, ешкімге, ешқашан мұқтаж емес деген сөз. Лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан ахад. Ол тумаған, туылмаған деп айт, оның теңдесі жоқ деп айт деп осы Ықылас сүресінде Алла тағала ашық айтты. Бұдан түсінгеніміз, Алла субхана ва тағала біздің жалпы сол ұстайын деп тұрған, ниет қылып тұрған оразамызға мұқтаж емес, сол оразаға біз мұқтажбыз. Шариғатымызда мақасид шариға деген мәселе бар. Жалпы шариғаттың мақсаты бар. Алла тағала бір нәрсені бізге парыз еткен болса, ол жерде адамзатқа пайда бар. Алла тағала бір нәрседен тыйым салғап, тыйылыңдар деген болса, ол жерде адамзатқа тыйылу арқылы бір пайда бар.